Қайырлы күн көрермен, Көркем тоқыма каналына қош келдіңіз. Бүгінгі бейне сабақта өте ерекше және көлемді болып шығатын өрнек түрімен бас киім тоқимыз. Бастысы, ұнайтын түстегі жіп, оған сәйкес келетін спицы және жақсы көңіл күй болса болғаны. Алдын ала үлгі тоқып тоқыманың тығыздығын анықтап алған соң, қажетті ілгектерді қарапайым түрде іліп шығамыз. Содан соң соңғы және алғашқы ілгекті біріктіріп, тросты спицының бойымен дөңгелете отырып тоқитын боламыз. Видеода көрсетілгендей, соңғы ілгекті алғашқы ілгекке кигіземіз және осы алғашқы ілгекті түсіріп, маркермен осы қатардың басын белгілеп қоямыз. Мінекей бірінші қатарда алғашқы 3 ілгекті теріс ілгекпен тоқимыз және келесі 2 ілгекті оң ілгекпен тоқимыз. Қатардың соңына дейін осы әрекеттерді қайталаймыз. 3 ілгекті теріс ілгекпен, 2 ілгекті оң ілгекпен тоқимыз. Келесі 3 ілгекті теріс ілгекпен, одан кейінгі 2 ілгекті оң ілгекпен тоқимыз. Бір қатар өрнек үшін 5 дана ілгек қажет болғандықтан, барлық ілгектердің саны 5-ке бөлінетін болғаны дұрыс. Қатардың соңына дейін осы әрекеттерді қайталаймыз. Мінекей бірінші қатарды аяқтап болдық. Екінші қатарда өрнек бойынша тоқуды жалғастырамыз. Яғни 3 теріс ілгектің үстінен 3 теріс ілгек, 2 оң ілгектің түсінен 2 оң ілгек тоқылады. Осылайша екінші қатардың соңына дейін бірінші қатар өрнектерін қайталап тоқып шығамыз. Ал енді үшінші қатарда теріс ілгектердің үстінен 3 дана теріс ілгекті тоқимыз. Мұқият қараңыздар, бірінші оң ілгекті іліп алдық. Енді аралық жібінен 2 ілгекке төмен түсіп, осы жерден ұзынырақ етіп оң ілгек іліп аламыз. Екінші оң ілгек тоқимыз және алдыңғы орыннан тағы да екінші ұзынырақ етіп оң ілгек іліп аламыз. Арасындағы 3 ілгекті әдеттегідей теріс ілгектермен тоқимыз. Мінекей бірінші оң ілгекті тоқыдық, 2 ілгекке төмен түсіп, ұзын оң ілгек іліп алдық. Екінші оң ілгекті де тоқып, алдында ілінген орыннан екінші рет ұзынырақ бос оң ілгек іліп алдық. Қатардың соңына дейін осы әдісті жалғастырамыз. Арасындағы теріс ілгектерді әдеттегідей теріс ілгек етеміз, ал 2 ілгектің ортасындағы аралық жібінен 2 сатыға төмен етіп, әрбір оң ілгектен кейін 2 рет бос ілгек іліп аламыз. Мінекей оң ілгектен кейін 2 ілгекке төмен түсіп, бір бос оң ілгек іліп аламыз және екінші оң ілгек тоқимыз. Дәл сол орыннан тағы да бос ілгек ілеміз. Арасындағы 3 теріс ілгек үнемі теріс ілгектер болып тоқылады. Бос ілгектерді ілу тек осы қатарда аздап қиындық тудырғанмен, келесі қатарда жеңілірек болады. Мінекей 4-ші қатарға да келіп жеттік. Алғашқы 3 теріс ілгекті әдеттегідей теріс ілгектер етіп тоқимыз. Ал енді бірінші оң ілгекті қасында тұрған бос ілгекпен біріктіріп, бір оң ілгек етіп тоқимыз. Екінші ілгекті де солай, қасындағы бос ілгекпен біріктіріп, бір оң ілгек етіп тоқимыз. Арасындағы 3 теріс ілгек әдеттегідей теріс ілгектермен тоқылады. Оң ілгектерді қасында тұрған бос ілгектермен біріктіру барысында бос ілгектердің үстіңгі бөлігінде орналасуын қадағалайық. Сонда оң ілгектер ұзын, көлемді, жүрекше тәрізді оң ілгектер болып тоқылады. Мінекей 3 қатар бойымен созылып ілінген бос ілгектің арқасында көлемді өрнек түрі пайда болды. Мінекей көрермен, біздің 4 қатардан тұратын өрнегіміз осымен дайын. Алдыңғы қатарда осы 4 қатарды қайталап, бас киімнің қайтарылатын бөлігіне дейін бірге тоқып шығайық. Естеріңізге сала кетейін, бірінші, екінші қатарда 3 ілгекті теріс, 2 ілгекті оң тоқыдық. Ал үшінші қатарда 2 оң ілгектің арасынан 2 рет бос ілгек алып ілсек, ал 4-ші қатарда сол бос ілгектерді оң ілгектермен біріктіріп тоқып шықтық. Мінекей айтылған тәртіп бойынша 4 қатардан тұратын ілгекті 4 рет қайталап, тағы да бірінші, екінші қатарларын тоқып қойдым. Бас киімнің қайтарылып тұратын бөлігіне жететін болғандықтан, әрі қарай ішкі бөлігінде тоқуды жалғастырамыз. Алғашқы ілгекті тоқымастан іліп аламыз. Әрі қарай оң ілгектің үстінен теріс, теріс ілгектердің үстінен оң ілгектер тоқып шығамыз. Яғни бізде 3 теріс ілгек, 2 оң ілгек болмақ.
Тоқыманы ішкі бөлігінде жалғастыруымызға байланысты бас киімнің жиегі өздігінен қайтарылып тұратын болады. Бұл бізде бірінші қатар болып саналады. Тоқыманың бұрған жерін тесік болып қалмас үшін аралық жібін көтеріп, келесі ілгекпен бірге оң ілгек етіп тоқып жібереміз. Әрі қарай екінші қатарды тоқығанымыз сияқты бірінші қатар өрнектерін қайталайтын боламыз. Яғни 3 теріс ілгек, 2 оң ілгек тоқып, қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Мінекей үшінші қатарға да келдік. Әдеттегідей 2 оң ілгектің ортасынан бір бос ілгек ілеміз, екінші оң ілгекті тоқып, тағы да бір бос ілгек тоқып аламыз. Әрі қарай теріс ілгектер етіп тоқимыз. Бірінші оң ілгекті тоқып аламыз. 2 қатар төменде орналасқан ілгектің арасынан бос ілгек іліп аламыз. Екінші оң ілгекті тоқып, тағы да сол жерден бос ілгек іліп аламыз. Төртінші қатарды да әдеттегідей тоқимыз. Қажетті биіктікке дейін осы әдісті қайталап тоқып шығайық. Мінекей айтылған тәртіп бойынша тоқып келе жатып, бас киімнің жоғарғы бөлігінде өрнектің біршама кішірек әрі тығыздау болғандығын қалағандықтан, өрнектің бірінші және екінші қатарын тек бір қатарда ғана қайталадым. Яғни өрнегіміз 4 қатардан емес, бар болғаны 3 қатардан тұратын болды. Яғни оң ілгектерден кейін ілінетін бос ілгекті 2 қатар төменден емес, тек бір қатар бір саты төмен ілгектің арасынан іліп алып отырдым. Сонда бұрынғы 3-ші қатар өрнегі 2-ші қатарда, ал 4-ші қатар өрнегі 3-ші қатарда қайталанатын болады. Мінекей 3-ші қатарда бұрынғы 4-ші қатардағы сияқты оң ілгектерді бос ілгектермен бірге біріктіріп тоқимыз. Сонда өрнек бұрынғыдан қарағанда біршама ұсақ болып шығады. Қажетті биіктікті тоқып шыққан сәтте қысқартуға кірісеміз. Ол үшін өрнектер арасындағы 3 теріс ілгектің алғашқы екеуінің қабырғасын ауыстырып спицаға іліп аламыз және екеуін біріктіріп, бір теріс ілгек етіп қысқартамыз. Ал оң ілгектер әдеттегідей өрнек бойынша тоқыла береді. Қазір біз өрнектің бірінші қатарында болсақ, келесі теріс ілгектер санын қысқартуды бұдан кейінгі 2 қатардан соң жасаймыз. Яғни оң ілгектерге жасалатын өрнегіміз жалғасын табуы тиіс. Мінекей біз өрнектің бірінші қатарына келдік. Енді қалған 2 теріс ілгекті бір теріс ілгекке қысқартамыз. Ол үшін теріс ілгектердің оң қабырғасы алдында тұратындай етіп ауыстырып іліп аламыз және екеуін біріктіріп, бір теріс ілгек етіп тоқимыз. Ал енді тоқымамыз 2 оң ілгек, бір теріс ілгектен тұратын тоқыма болып жалғасын табады. Әдеттегідей, оң ілгектің айналасында жасалатын бос ілгектерден тұратын өрнек қайталануы тиіс. Қысқартудан кейін өрнекке қажетті 2 қатарды тоқып болғаннан кейін қалған теріс бір ілгекті алғашқы оң ілгекпен бірге біріктіріп тоқимыз және соңғы рет бос ілгектерді оң ілгектердің арасынан әдеттегідей іліп алатын боламыз. Осы қатардан кейін бізде барлық ілгектер тек оң ілгектерден тұратын болады. Мінекей келесі қатарда бізде барлық теріс ілгектеріміз қысқарып, тоқымамыз тек оң ілгектерден тұратын болады. Мінекей келесі қатарда, яғни 3-ші қатардың өрнегін орындағанымыз сияқты, бос ілгектермен бірге біріктіріп, оң ілгектерді тоқудамыз. Ал енді келесі қатар соңғы қатар болып табылады. Оң ілгектерді 2-2-ден біріктіріп, оң ілгек етіп, қысқартып тоқып шығайық. Жіптің қалған ұшынан ұзындау етіп қалдырып кесіп, тоқымаға арналған инеге өткізіп, спицадағы барлық ілгектерді осы инедегі жіпке өткізіп аламыз. Мықты болып бекітілуі үшін екінші рет қайтара өткізіп алған жөн. Жіптің қалған үшін ішкі бөлігіне өткізіп бекітеміз. Осымен бүгінгі бейне сабақта тоқыған бас киім дайын. Қалауыңызша әсемдеуге болады. Арнаға тіркеліп, пікір қалдыруды, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Шебер қолдарыңыз талмасын. Аман болыңыздар.